Сәлем достар, бүгін біз қаз еті қосылған палау дайындаймыз. Өте жеңіл рецепт. Бұған дейін біз жылқы етінен немесе қой етінен палау дайындап жүрген болсақ, бүгін біз құс етінен дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 килограмм қаз еті мен аяқтары сүйегі бар жерінен алдым. 1 килограмм күріш, оны біз 5 минутқа тұзды суға, жарты шай қасық тұзды суға салып қоямыз. Яғни 4 кесе күріш мына жерде, 2 шай қасық ас тұзы және жарты шай қасық зира, 1 шай кесе толық толтырған сұйық май, 650-700 грамм пияз, 800-850 грамм сәбіз қажет. Ең алдымен біз қазанымызды қыздырып, майды құямыз. Майымыз жақсы қыздырып, етімізді қуырудан бастаймыз. Майымыз қызды, оған ірі күйінде мұндағы еттерімізді сала қоямыз. Кішкене тұздың біраз бөлігін себеміз, себебі майы қашырамау керек сыртқа қарай. Еті жан-жақтары ағарып, өзінің сөлін бөліп және ол сөлі тартылғанша дейін біз қуырамыз. Ет қуырылып жатқанда біз мұндағы күрішіміздің суын сорықтырып, сүзгішке салып қоятын боламыз. Еті жақсы қуырылу үшін жан-жақтарына қарай аударып, жылдам қуырылатын қуырылудың жылдам қуырылу әдістерін істейміз. Еті қуырылды. Түгел орта жерлеріндегі қызылы кетпесе де, өзінен бөлінген сөл таусылған кезде біз пиязды саламыз. Шамамен етінің өзінің қуыруға 10 минуттай уақыт өтті. Одан аса уақыт емес. Пиязды салып араластырамыз. Және осы күйінше пияз сарғайғанша 5 минут қуырамыз. Бізде пиязымыз 5 минут емес, 10 минутқа дейін кетті. Сондықтан ол кішкене астына жабысыңқырап жатыр. Негізінде 5-7 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Және біз сәбізімізді саламыз. Қалып кеткен кішкене пияздар. Майға батырылатындай жағдай жасап, кішкене қасығымызбен басамыз және қақпағын жауып, қазанымыздың отты ақырындатып, менде ең жоғарғы 9, ал мен қазір бұны 6-ға немесе 5-ке қоям. Осы маған жақсы деңгейі пештің. Және сәбіз кішкене жұмсара бастағанда қалған тұзымыз бен зирамызды сеуіп, әрі қарай жалғастырамыз. Сәбіз 4-5 минуттай тұрды және беті буланып, кішкене жұмсарғанын көріп тұрмыз. Оған біз тұз бен дәмдеуіш зирамызды салдық. Және бұған тұз бен зирамызды салғаннан кейін 4 кесе күрішке мен 5 кесе су құямын. Себебі қазір сәбізде өзінің сөлін бөлетін болады, сонымен жеткілікті болып кетеді. Және бұған дейінгі күрішті жуып алғанымыз бар. Отты күшейтіп, бір қайнатамыз. Суымыз қайнап бастады. Бір батырып жіберейік барлығын. Енді сүзгіге салып қойған күрішімізді саламыз. Күрішіміздің беткі жағы кеуіп қалған, астыңғы жағы су. Және күрішті тегістеп жайып аламыз.
Және астына қарай кішкене қасығымызды тығып, түгел жеріне су баратындай, табаны жабыспайтындай етеміз. Күрішіміз қайнап жатыр. Енді бұның қазанның қақпағын жауып, отын орташа отқа қоямыз. Және 10 минуттан кейін отты бұдан да әрі ақырындататын боламыз. Менде қазір пеш ең жоғарғы деңгейі 9, ал мен қазір 5-ке қойдым. Осы 5 температурасында суы тартылғанша, яғни 10-15 минутта тартылады, ол қайнатамыз. Палауымыз пісті. Пешті өшіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді пешті өшіріп, кем дегенде пешті өшіргеннен кейін кем дегенде 20 минут күтеміз. Тіпті 40 минуттан кейін барып тәрелкеге салатын болсаңыздар, күріштеріңіз шашырап, палау кәдімгі арнайы аспаздар істеген палау сияқты болып тұрады. 20 минуттан аса уақыт өтті сөндіріп қойғанымызға пешті. Енді араластырып, етін турап, турамасақ та болады, шаншықмен бөліп жеуге болады, қасықпен немесе. Тәрелкемізге салып аламыз. Ау! 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 Тере шашуға болмайды жаным. Сен кішкене күтші. Жоқ, шашуға болмайды. Ау! Негізі ойлап жатамыз ғой, еті көп тамақ дәмді сияқты қылып. Негізінде ондай емес. Қаздың етімен де палауды, жылқының етінсіз ақ, құстың етімен де дәмді палау жеуге болады. Қазір барлығын салып аламын. Еттерін ұсақтап турап жіберуге болады. Еттерін алып, кішкене турауға ыңғайлаймыз. Тере шашпа жаным. Ау! Ау! Палауымызды салып алдық. Иісі мүңкіп тұр. Тәбетті ашып, бетіне қалаған аскөгіңізді немесе пиязды салып, дастарханға қоя берсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.